Баршаңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай шоколадты эскимо тортының жасалу жолын көрсететін боламын. Мұқият қарап, маңызды жерлерін жіберіп алмас үшін соңына дейін көріп шығыңыз. Ең алдымен жұмыртқаның ағы мен сарысын бөліп аламыз, және ең бірінші жұмыртқаның ағын миксерлейтін боламыз. Ыдысымыз таза, құрғақ болуы тиіс. Осылай кішкене көпіртеміз. Көпіргеннен кейін үстіне көрсетілген құм шекердің жарты мөлшерін салатын боламыз. Және ары қарай өзінің формасын сақтайтын болғанға дейін миксерлейміз. Мінекей біздің меренгіміз осылай дайын болады. Бұны бір шетке қойып қоямыз. Енді жұмыртқаның сарысына қалған құм шекерді салып, оны да 2 есе көтерілгенше миксерлеп аламыз. Мінекей массамыз осылай 2 есе болып көтеріледі. Одан кейін осы массамызға бөлме температурасында суды құйып араластырамыз. Енді миксердің ең аз жылдамдығына қойып, массамыздың екеуін араластыратын боламыз. Араластыру барысында миксерімізді сөндірмейміз, осылай жай жылдамдығында қосулы тұруы тиіс. Егер миксердің үлкен жылдамдығында араластыратын болсақ, біздің массамыз басылып қалуы мүмкін, сондықтан жай жылдамдықта араластырамыз. Одан кейін осы массамызға құрғақ ингредиенттерімізді қосамыз. Бұл бізде ұн, қамыр қопсытқыш және какао. Барлығын міндетті түрде електен өткізетін боламыз, және де бөліп қосып араластырамыз. Массамыз қатты басылып қалмас үшін астынан үстіне сағат тілмен араластырып отырамыз. Жақсы араласқан массамыз осындай бір текті болып шығады. Енді осы массамызды формамызға саламыз. Форманың астына пергамент қағазын төсейміз. Жан-жағына май ештеңе жақпаймыз. Және де бетін тегістеп аламыз. Ауамызды шығару үшін столымызға кішкене соғып жібереміз. Қызып тұрған 180 градус пеште 30-35 минут пісіріп аламыз. Коржымыз пісіп суығаннан кейін кремімізді дайындаймыз. Ол үшін 33%-дан жоғары кілегей мен қант ұнтағын араластырып, үстіне қаймақ салып, тағы да бір араластырамыз. Бұның орнына заварной кремді де пайдалануға болады. Коржымыз толық суығаннан кейін жан-жағын пышақпен кесіп, формадан ажырататын боламыз. Егер формаларыңыздың диаметрі кішірек болатын болса, корж биік болып шығады. Менде 22 см, және осы коржымыздың астындағы пергамент қағазын алып тастаймыз да ортасынан 2 бөлеміз. Енді осы 2-ге бөлген коржымызға пропитканы жағып шығамыз. Пропиткамен де су мен құм шекер. Енді корж пісіп шыққан формамызға, немесе кольцо болса кольцоға корждың біреуін салып, үстіне барлық кремді саламыз. Жақсылап тегістеп жағып шығамыз, және одан кейін екінші коржымызды салатын боламыз. Үстіне екінші коржымызды салып, жай басатын боламыз. Бетін міндетті түрде целлофанмен немесе пищевой пленкамен жабамыз, және кремі сіңуі үшін 2-3 сағат тоңазытқышқа салып аламыз. Енді ганашымызды дайындаймыз. Ол үшін какаоға құм шекерді саламыз, және де қаймақ, сары майымыз салып отқа қоямыз. Орташа отта араластырып тұрамыз. Бізде астындағы құм шекері және майымыз еруі керек. Сол кезде осылай қоюлана бастайды. Ганашты тортқа жағардан 15 минут бұрын жасау керек, әйтпесе қатып кетеді. Бізде осылай сұйылады, және де кішкене бүлкілдегеннен кейін сөндіріп оттан алып тастаймыз. 2-3 сағат тұрған тортымызды формадан ажыратып аламыз, және астындағы пергамент қағазын шығарамыз. Өйткені қазір ганаш жаққанда бізде астына ағып кетпейтін болады. Осылай жан-жағындағы кремдерін тегістеп жібереміз. Енді ганашымызды жағатын боламыз. Ганашты тезте жағу керек, өйткені ол салқын температураға тигенде қата бастайды.
барлық жерін осы ганашпен қаптап шығамыз, және ганаш жағып болғаннан кейін 10-15 минуттан кейін осы тортымызды жей беруге болады. Мінекей осымен эскимо тортымыз дайын. Көріп тұрғандарыңыздай өте нәзік, жұмсақ екені тілінгеннен байқалып тұр. Баршаңызға жасап көруге кеңес беремін. Өте қарапайым әрі дәмді болып шығады. Отбасыларыңызды осындай тәттімен қуантыңыздар. Видеоның соңына дейін қараған үшін рахмет. Егер видео ұнаған болса, каналыма тіркеле кетіңіз. Астарыңыз дәмді болсын.